Сәлем достар, мен енді осы өмір каналымда тек қана атақты адамдардың өмірі, олардың отбасы, тойлары, туған күндері туралы ғана салып қоймай, психология туралы да салатын боламын. Өйткені біз өмірде өзімізді көп кінәлі сезінеміз, адамдарға жоқ деп айта алмаймыз, біреулерге жоқ деп айтсақ та өзімізді кінәлі сезініп, оның алдында ақталуға тырысамыз, өзімізге көп жауапкершілік аламыз, соның барлығында біз өзімізде ауыртпашылық сезінеміз. Мен осы туралы мен де біраз зерттеп жүрмін, сол туралы ойымды сіздермен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта менімен каналда бірге болыңыздар, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Ал ендеше бастайық. Неге біз маңызды істерді кейінге қалдырамыз? Бұл қалай аталады психологияда? Бұл прокрастинация деп аталады екен. Миымыз ауыр істен қашып, ләззат әкелетін жеңіл әрекетті таңдайды. Сол үшін TikTok көріп шаршап қаламыз. Бірақ шешімі бар. Жұмыс жасауды 2 минутқа ғана жоспарлау керек екен. Ми қорықпайтын болады дейді. Осындай психологияны күнде 1 минуттан жасап отыратын болсақ, біз миымыз ауыр жұмыстан, алдағы уақытта жасайтын жоспарымыздан қашпайтын болады екен. Мысалы, сіздерде мынадай әрекет болады ма? Егер алдағы уақытта бір жасап қоятын шаруаны жасамай жүре беріп, тура 2 күн қалғанда, 1 күн қалғанда жүгіріп жанығатын кездеріңіз бола ма? Мысалы, мен өзімде сондай болады. Біліп жүрем алдын ала, бірақ жаңағы уақыт жақындаған кезде, 1 күн қалған кезде мен тура жаным мұрным ұшына келіп жасаймын барлығын. Сондай сіздерде болады ма? Әрине, ол жауапкершіліктің болмауынан емес, алдын ала мысалы жоспарлап, ойлап жүресің, былай жасайын, бірақ жаңағы қолға алмайсың. Сосын 1 күн, 2 күн қалғанда жаңағы ойлап жүрген ойыңның бәрін жинақтап, 2 күнде жасап шыққанда да ол идеальный болып шығуы мүмкін ол шаруа. Бірақ көп жағдайда ол идеальный болмай қалады. Өйткені асығыс жасалғаннан кейін кейбір элементтер мысалы орындалмай қалуы мүмкін. Ал мен өзімнің әріптестерімнен мысалы байқаймын, өзінің шаруасын бірінші орынға қояды. Біреулер жұмсаса да жоқ деп айта алады, бірақ өзінің шаруасын бірінші орынға қойып, бірінші жасап алады үндемей жүріп, содан кейін барып адамдарға көмектесе бастайды. Ал менің бойымдағы қасиет адамдарға көмектесуге дайын тұрам, бірақ өзімнің шаруам қала береді. Менде осымен проблема болып тұр. Достар, егер маған айтатын ой пікірлеріңіз, көмектеріңіз болса, жазсаңыздар болады. Ой бөлісіп, ортақ комментарийда әңгіме жасайық.